ыңырсуды тауып алған, оған демалу керек. Медеу Арынбаев Қайрат Нұртас жайлы ойын айтты. Белгілі әнші, қазақ ән өнерінің майталманы Медеу Арынбаев Қайрат Нұртас пен оның шығармашылығы туралы ойын білдірді. Бұл туралы skifnews.kz ақпарат порталы хабарлайды. Бұл туралы ол өзінің сұхбатында мәлімдеді. Қайратқа демалу керек. Ән айта алмайтын болса, халық мұнша көтермелемейтін еді ғой. Халық айтса, қалып айтпайды ғой. Ол ырғақты сезу, өзінің ыңырсу мәнерін тауып алған. Ол қобыздың дауысы, біздің жанымызға жақын элементтер. Ол фониатрға бару керек, дауысты емдету керек. Ол қанша еңбек, біз сияқты айына, аптасына бір рет шықпайды ол. Ол күнәра жол жүреді, күнәра той-томалақта, жұлып жеп жатады. Ол оңай дүние емес, ол сақтануды талап етеді, деді әнші. Медеу Арынбаевтың Қайрат Нұртас туралы айтқандары шоу-бизнестің шынайы ішкі жағдайын жақсы білетін адамның пікірі деп ойлаймын. Ол Қайраттың дауысына қатысты сын емес, керісінше кәсіби кеңес бергендей әсер қалдырды. Шынында да Қайрат жылдар бойы тоқтамай ән айтып, тойдан тойға, концерттен концертке жүретіні жасырын емес. Бұндай қарқын кез келген әншінің даусына салмақ түсіретіні анық. Ыңырсу мәнерін тауып алған деген сөзде жаман айтылған пікір емес. Қайраттың өзіндік стилі бар екенін меңзейді. Халыққа өтімді болғаны да содан. Арынбаевтың демалу керек, фониатрға қаралу керек деуі кәсіби әншілердің көпшілігіне ортақ талап деп ойлаймын. Бұл жұлдызға тіл тигізу емес, жарасымды ақыл. Қайрат Нұртас қазақ эстрадасындағы ең еңбекқор әншілердің бірі екенін де ескерген жөн. Шығармашылық табыс тілеймін, жақсы күндерде жолығайық.